Сәлем достар. Топырақ пен Хауа телехикаясындағы Жүсіп пен Хауаның махаббаты өмірде жалғасын тауып үйленгені туралы білесіздер ме? Және Топырақтың рөліндегі актрисаның әйгілі түрік актері Толғахан Сайшманға тұрмысқа шығуы. Актерлардың жеке өмірі жайлы осы видеомда айтатын боламын. Сондықтан да қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Мұрат Юналмыштың жеке өмірі, екінші рет жасырын үйленуі және ұлының дүниеге келуі туралы айтатын боламын. Мұрат Юналмыш 2011 жылы Хауа мен Топырақ телехикаясында бірге ойнаған актриса Бирджа Акалайға, яғни Хауаға үйленеді. Бірақ бұл неке ұзаққа созылмайды. Ерлі-зайыптылар 2012 жылы ажырасып кеткендерін мәлімдейді. Түрік бұқаралық ақпарат құралдары бұл жұптың ажырасуына Мұрат Юналмыштың тарапынан негізсіз қызғаныш болуы мүмкін деп хабарлайды. Бірақ актерлардың өздері ажырасуларына не себеп болғандығын ашып айтпайды. Ажырасқаннан кейін актер ұзақ уақыт бойы өзінің жеке өмірін жасырын ұстады. Алайда 2023 жылы Мұраттың Нутио Акармен жасырын үйлену тойын өткізгені белгілі болған. Әйелі Нутио Акар ұлты болгар, бұрын кәсіби баскетболшы болған. Шын есімі Альбена Алиева. Қазіргі уақытта тамақтану саласындағы кәсіпорынды басқарады екен. 2024 жылдың 12 сәуірінде ерлі-зайыптылардың ұлы Селим Баран дүниеге келді. Мұрат Юналмыштың балалық шағы. Мұрат 1981 жылы 23 сәуірде Каппадокияның ең көне қалаларының бірі Кайсери қаласында дүниеге келген. Актердің отбасы киноға қатысы жоқ еді, бірақ ол бала кезінен әкесі видеопрокаттан алып келген фильмдерді көруге құмар болған. Алайда оның кино әлеміне қызығушылығы болмаған. Мұрат жастайынан спортқа қызыққан, оның ішінде баскетболмен айналысты. Мектеп қабырғасында оқып жүргенде ол баскетбол секциясына қатысатын, кейінірек Фенербахче түрік клубының кәсіби ойыншысы болды. 16 жасында Мұрат Стамбулға көшеді. Баскетбол командасында ойнауын жалғастыра отырып, Мармара университетіне бизнес факультетіне оқуға түседі. Осы оқу орнын бітіргеннен кейін Мұрат актерлік мансап жайында ойлана бастайды. Содан актерлік курстарға жазылады. Бұл Мұраттың өміріндегі үлкен бетбұрыс болады. Кинодағы алғашқы қадамдары. Сұңғақ бойлы келбетті денелі Мұратқа режиссерлердің назары бірден түседі. Кинодағы дебюті 2002 жылы өтті. Ол Баға фильмінде кішігірім рөлге ие болады. 2005 жылы Даңқ сериясында мента рөлін ойнады. Содан кейін құпия ретінде және қала жобаларында эпизодтық рөлдерді сомдайды. 2009 жылы Мұрат Гедже қанаттары және Мен күнді көрдім деген екі толық метражды фильмге түседі. Осы рөлдері оны танымал қыла бастайды. Ал нағыз танымалдылық осыдан кейін 2010 жылы актер Хауа мен Топырақ сериясындағы алғашқы басты рөлге ие болады. Бұл рөл Мұратты тек қана Түркияда емес, бүкіл әлемге әйгілі қылады. Мұрат Юналмыш публикаға көп шыға қоймайды, сирек сұхбат береді, әлеуметтік іс-шараларға қатыспайды және әртүрлі даужан-жалдардан аулақ жүреді. Актер өмірдегі басты құндылықтары ол отбасы деп санайды. Ұлы дүниеге келгеннен кейін ол отбасымен көбірек уақыт өткізу үшін мансабынан қысқа үзіліс алған. Хауаның рөліндегі актриса Бирджа Акалай, түрік актрисасы және моделі. 2004 жылы Түркия аруы байқауында 3-ші орын алған. 1984 жылы 19 маусымда Стамбулда Ясемин мен Сержан Акалайдың отбасында дүниеге келген. Ол отбасындағы жалғыз бала. 3 жасынан бастап Бирже балетпен айналысқан. 2004 жылы Бирже Стамбул театр университетінде драмалық өнер және театр сыны факультетіне оқуға түседі. 2004 жылы Бирже Түркия аруы байқауында 3-ші орынға ие болады. 2004 жылдан 2007 жылға дейін актриса телевидениеде жүргізуші болып жұмыс істейді. Ал 2006 жылы Тағдыр сериясындағы алғашқы рөлін алады. Бирженің атақ даңқы Топырақ пен Хауа телехикаясындағы Хауа рөлін сомдағаннан кейін таныла бастайды. Телесериалдағы махаббаттары өмірде де жалғасын тауып, Бирже 2011 жылдың 17 мамырында сериалдағы серіктесі Мұрат Юналмышқа тұрмысқа шығады. Бірақ ерлі-зайыптылар 2012 жылдың қарашасында ажырасып кетеді. Екінші рет актриса 2014 жылдың 1 тамызында актер Сарф Левендоғлуға тұрмысқа шығады. Алайда бұл некесі де ұзаққа созылмады. 2017 жылдың қаңтарында ерлі-зайыптылар ажырасып кетеді. Бирженің екі некесінен де балалары болған жоқ. Топырақтың рөліндегі актриса Мүкеррем Селен Суйдер, түрік моделі, 2007 жылы
Түркия аруы атанған. Селен 1986 жылы 26 желтоқсанда Измирде дүниеге келген. Селен бастауыш және орта білімді Салих Ишгерен орта мектебінде алды. Измир Селма Егитал лицейін бітірген. Сол жылы Анадолу университетінде қоғаммен байланыс факультетіне оқуға түседі. 2006 жылы Түркия аруы моделі байқауында жеңіске жетіп, үздік модель атағын алады. Сондай-ақ Қытайда өткен әлем мекене аруы байқауына қатысады. Ол жерде алғашқы бестікке кіріп, ең жақсы ұлттық костюм үшін марапатталады. Түркияға оралып, Çalar Saat рок тобының клиптеріне түсе бастайды. Селен әртүрлі жарнамалық роликтер мен бейнебаяндарға түседі. 2007 жылы Star TV ұйымдастырған Түркия аруы байқауына қатысады. 1200 қыздың арасынан Түркия аруы атағын жеңіп алып, жеңімпаз атанады. Сол жылы ол Қытайда өткен әлем аруы байқауына қатысады. 2007 жылы Селен әйгілі Вакко фирмасының каталогына модель ретінде шығады. 2010 жылы Селен Сойдер Fox TV'де көрсетілген Топырақ пен Хауа телехикаясындағы басты рөлді Топырақтың рөлін сомдайды. Ол рөлімен ол Қызғалдақтар гүлдегенде телесериалында да ойнайды. 2010 жылы актриса Топырақ пен Хауа телехикаясының түсірілім алаңындағы серіктесі Толқахан Сайшманға тұрмысқа шығады. Бірақ 2014 жылы ерлі-зайыптылар ажырасып кетеді. Екінші рет актриса 2015 жылдың жазында француз манекен Орен Франсеске тұрмысқа шығады. Бұл некесі де 7 жылдан кейін ажырасуымен аяқталады. Екі актриса да Түркия аруы атанғанымен жеке өмірлерінде осындай сәтсіздіктер болған екен. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.